Армандағы кемшіліксіз қала. Кейбір адамдар жерден жерге көшіп жүр. Олардың осындай әрекетіне себептері әртүрлі. Әр адам өміріне ыңғайлы орынды табуға талпынып жүр. Қазіргі заманымызда көшуге ең үлкен ынта бұл экономикалық жағдай. Адамдар елден елге, әрі ауылдан қалаға көшіп кетуде. Соңғы құбылыс урбанизация деген аталады. Ол жас адамдарды көбінесе тиеді. Олардың ойынша қалада мүмкіндіктер ауылға қарағанда көбірек. Ең бастысы ынталар бұл табысты жұмыс және ойын-сауық. Осындай жастардың қалауын түсінікті. Шынын айтқанда мен өзім экономика себептерінен елді мекенімді ауыстырдым. Дегенмен бір қызық байқауым бар. Көшіп кеткен адамдар жаңа мекенін ұнатпай алады. Сосын олар кемел және кемшіліксіз жерді елестете бастайды. Менің осындай елестеткен кемшіліксіз қаламы туғызып кеткен. Қала таудағы етегінде орналасқан. Оның ғимараттары табиғатқа үндеседі. Қаланың шегінде сауықтыру шипажайлары бар. Бір шаңғы шипажайы тіпті таудағы шатқалда орналасқан. Таудағы алқаптарда да, бөктерінде де, алма бақшалары және басқа бақша дақылдарының өрестері жайылып жатыр. Қалада көп қабатты ғимараттар емес, тек аласа тұрғын үйлер бар. Тұрғын үйлер қала орталығының айналасында салынған. Қаланың жол қатынасы күрделі емес. Мұнда тіпті жылдам жолының жүйесі жоқ. Адамдар тек жаяу ғана жүрсе де, олар әуе жүйелі дрон қатынасымен жерден жерге ұшып жүр. Жалпы айтқанда адамның тұрмысын табиғат өміріне үйлестірді. Бір маңызды нәрсені айту керек. Қала 100% қоршаған ортаны ластамайды. Әр тұрғын үйдің бір бөлшегі. Бұл қоқыс қайта өндіру шағын зауыты. Осындай зауыт қоқыстан биогаз өндіріп, оны үйдің қажеттеріне пайдаланады. Бәріміз жемқорлықтың қоғамда обыр сияқты екенін білеміз. Менің елестеткен қаламда осындай кесір жойып қойылды. Пара алуға ешқандай ынта жоқ. Адамдардың мүмкіндіктері және байлығы теңгерілген. Әлеуметтік теңсіздік ахуалы шиеленістің көзі ретінде жойдырып қалды. Сол себептен қалада бүл-бүліні ықтималдығы жоқ. Ол ажарланып жатыр. Бәлкім болашақта бір күні мұндай қала тек менің елестеткенімде ғана емес, шынайы өмірде де пайда болады.